Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен қазақ тіл сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы «Мен не үйрендім?» яғни нәтиже сабақ. Сабағымыздың мақсатына назар аударайық. Сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбымен берілген диаграмма, сызба, кесте бойынша мәтіннің мазмұнын болжау және өз ойын дәлелдеу. Яғни осы мақсатқа жету үшін бүгін біз сендермен 45 минут жұмыс жасаймыз. Келістік па? Жақсы, ендеше ортаға шеңберге келе қойыңыз. Жақсы балалар, қазір біз сендермен сабағымызды жақсы көңіл күймен бастау үшін сәттілік тілеп алайық. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық бәріміз арайлап атқан күнге. Өте жақсы. Қазір біз сендермен сабағымызды осы шеңбердегі әңгімемен жалғастырамыз. Ендеше, сұрақ кімде туындады? Өткен тақырып бойынша кімде сұрақ бар? Айта ғой. Ілік септігінің сұрағы. Жауап береміз. Кімнің, ненің, ныңның, дыңның, Айта ғой. Тамаша. септігінің сұрақтары қандай? Айта ғой. Кімге, неге, қаге, қаке? Тамаша. Сұрақ. Айтайық. Жақсы септіктің сұрақтары мен жалғаулары. Өте жақсы. Жауап береміз. Белсенді боламыз. Айта ғой. Кімде, неде, даде, тате. Жатты септіктің сұрақтары мен жалғаулары. Айта ғой. Жатты септігінің сұрақтары. Кімде, неде, жалғаулары. Даде, тате. Тамаша. Сұрақ кімде? Айта ғой. Атау септігінің сұрақтары. Тамаша. Атау септігі жақсын айта ғой. Кімге? Атау септігі кімге сұрақтарына жауап береді. Өте жақсы. Тағы кімде сұрақ бар? Айта ғой. Көмекте септігінің жалғаулары мен сұрақтары. Өте жақсы. Бекасын жауап берейік. Көмекте септігінің сұрағы. Кіммен, немен? Мен, бен. Ары қарай жалғастырамыз сабағымызды. Біз өткен сабақты бекіту мақсатында жазбаша жұмыстан орындап көрейік. Әркім өзі үшін орындайды, өзіндік жеке жұмыс. Қазір қолымызға семантикалық карталарды ала қойды. Семантикалық карта. Енді мұқият түсініп аламыз. Қазір мен сендерге жұмбақ оқимын. Бірінші сол жұмбақты тыңдап аламыз да, алдарында берілген картада 7 септік берілген. Осы 7 септікке қондырамыз. Қандай сөздер септеулі тұр мен оқыған жұмбақта. Соларды бөліп септіктерге жазасыңдар. Түсінікті ма? Болғаннан кейін жұмбақтың жауабын талдайтын боламыз. Жақсы, мұқият тыңдаймыз. Екі шек бар далада. Ауылды жалғар қалаға. Қаланы жалғар ауылға. Екі шекпен зулай дел. Жауында да, дауылда. Қандай септіктің сөздері оқылды, соларды бөліп жаза қойыңдар. Қайталап оқиын. Екі шек бар дала. Ауылды жалғар қалаға. Қаланы жалғар ауылға. Екі шекпен зулай дел. Жауында да, дауылда. Өте жақсы балалар, болған бала белгісін көрсетеді. Кәне белгілерін көрсете қойыңдар. Атау септігінің сөздерін оқып береді. Дана. Атау септіктегі сөздер шек, ел. Келсеңіз ба? Жақсы. Ілік септігі. Бар ма біздің оқыған жұмбақта? Ілік септігінің сөздері болған жоқ. Жақсы, мұқият боламыз. Бар септігі. Жақсы. Қалаға, ауылға. Келсеңіз ба? Жақсы. Келесі септік. Табыс. Аяғы. Ауылды, қаланы. Келсеңіз ба? Өте жақсы. Келесі. Жат септігі. Айта қойма. Далада, дауылда. Келсеңіз ба? Кімде жоқ, өзіңді толықтырып отыр. Өте жақсы. Шығыс септігі бар ма балалар? Жоқ. Өте жақсы. Көмектес? Бар. Айзере? Шекпен. Келсеңіз ба? Өте жақсы. Өзіңізге шапалақ. Енді жұмбақтың жауабын талдайық. Жауабы не болды? Жол болды, балалар? Жол. Яғни ауыл мен қаланы, қала мен ауылды жалғастырып жатқан жол екен. Жақсы. Келесі балалар, кітабымыздың 37-ші бетте жаттығуға назар аудара қойыңдар. Бірінші жаттығуға. Түгел ашамыз. Кесте берілген. Кестеде сөздер арқылы мәтіннің келесі оқитын мәтіннің тақырыбын болжаймыз. Суретке қараймыз, кестеге қараймыз. Бүгін оқиықшы
төмен дауыста байқаңыз. Бүгін Dünyasına kızarıp batsa, ертең gün açık болады. Жақсы. Бұл қазақи болжам ауа райын ертеде осылай болжаған екен. Күн қызарып батса, ертеңінде күн ыстық болады дейміз. Тағы қандай болжамдарды білесіңдер? Айта ғой. Дала тұман болса, онда дала Не болады деп болжадық? жылы болады. Күн жылы болады деп болжаған екен. Ертеде ата-бабаларымыз тағы да малға қатысты 4 түлік мал бағып жүрген бекасы есіне түсті. Ауылда қойдың терісіне жүніне қолын салып жүрсе, су сондай болса, ертең жаңбыр жауады. Өте жақсы, өте жақсы. Ертеңде жауын болады дейді. Дәл солай ертеңде жауын болады екен балалар. Ендеше біздің келесі мәтініміз қандай тақырыпта болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Ауа райын болжау туралы немесе ауа райы туралы болуы мүмкін. Жақсы, келесі рет ашалыңдар. Біз ендермен екінші жаттығуға ораламыз. Ал жақсы балалар, келесі тапсырманың қадамдарын оқып алайық. Біз не істейміз? Мәтінді оқимыз, мәтінге ат қоямыз, және мәтіннен атау септігіндегі сөздерді тауып, септек жазамыз. Келістік па? Жақсы. Мәтінді төмен дауыста өздерің оқи қойыңдар. Әркім ішінен оқысын, және. Жақсы, белгімді көрсетті ғой. Өте жақсы. Мәтінді толық нұсқасын кім оқып берер дейді? Әлтай оқи. Кешкілік Әли мен Сәрсен қозыларына шөп әкеле жатты. Ертең күн ашық болады деді Әли. Оны қайдан білдің? Деп таңданды Сәрсен. Күн ұясына қызарып батты ғой. Күн ұясына қызарып батса, ертеңіне күн ашық әрі жылы болады деп үйреткен атам. Өте жақсы. Осы мәтінде атау септігінің сөздері қандай? Кәне, Нұрдәулет тапты. Әли мен Сәрсен. Әли, Сәрсен. Өте жақсы. Тағы бар ма? Солтан? Шөп. Өте жақсы. Айта қояйық. Күн. Адам. Өте жақсы. Ал енді сұрақтарын айтамын. Әли. Сәрсен. Шөп. Енді сендермен жазбаша жұмыс дәптермен жасайық. Екінші жаттығу жаза қойыңдар. Балалар, қатарға тапсырма беремін. Бірінші қатар Әли сөзін септейміз, Сәрсен сөзін септейміз, үшінші қатар шөп сөзін септей қойды. Жақсы, 2 минут уақыт берем, жылдам, әдемі, көркем етіп жазамыз. Жаза қой. Әли, Сәрсен. Ал жақсы балалар болса, әр қатардан бір бала оқып жіберсін. Бірінші қатардан Нұрдәулет. Атау септігі Әли, ілік септігі Әлиді, батыл септігі Әлиге, табы септігі Әлиді, жаты септігі Әлиде, шығы септігі Әлиден, көмекке септігі Әлиден. Дұрыс па балалар? Үш шапалақ. Екінші қатардан кім оқып берем дейді? Екінші қатардан. Сәрсендік септік кімді, сәрсендік бары септік кімге, сәрсенге табы септік кімді, сәрсенді жаты септік кімде, сәрсенде шығыс септік кімнен, сәрсеннен көмекте септік. Толықталды. Үш шапалақ. Үшінші қатардан сезім оқы ғой. Атау септік мен, шөп, ілік септік менің, шөптің, бары септік неге, шөпке, жабы септік нені, шөпті, жаты септік неде, шөпте, шығыс септік неден, шөптен, көмекте септік немен. Керемет. Өте жақсы балалар. Келесі біз сендермен үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырмаға қарай қойыңдар. Суретке қараймыз барлықтарымыз. Ақпаратты берілген қолдана отырып, қандай ауа райында сабақ болмайтынын хабарла. Қандай ауа райында сабақ болмайды. Ал
Берілген ақпарат мынадай. Ауаның температурасы 25-29 градус және одан төмен болғанда, желдің жылдамдығы 2-4 метр секунд болғанда, 0-4 сыныптарда сабақ болмайды. 0-4 сыныптар аралығында, Жақсы, бұны мен қазір топқа беремін, топта талдаймыз. Бір хабарлама шығарамыз. Жақсы, 1 минут уақыт топпен талдай олды. Дәлдетативне жатсын сабақ атау септігі. Ал жақсы балалар болған топ белгісін көрсетсін. Қане көрсетіп жібере ғой? Жібере ғой, көрсетіп жібере ғой. Бірінші болып қай топ көрсетем дейді? Хабарламасын. Жылдам. Таусар кел. Бірінші топтың жұмысын тыңдайық. Айта қоймасын. Құрметті ата-аналар мен және оқушылар, ертең ауаның температурасы 25-29 және одан да төмен болғанда желдің жылдамдығы 2-4 метр секунд болады. Бастауыш сыныптарда сабақ болмайды. Ертең қашықтықта оқиды. Жақсы. Бұл жерде септеліп тұрған қандай сөздер бар екен? Ата-аналар ауаның желдің. Олар ендеше екінші топ Айзеренің жұмысын тыңдайды. Ата-аналар және оқушылар, ертең ауаның температурасы 25-29 және одан төмен болғанда, желдің жылдамдығы сағат секундына 2-4 метр болғанда, 0-4 сыныптарда сабақ болмайды. Сондықтан балалар қашықтықта. Ал жақсы балалар, келесі үшінші топтың жұмысы Айшаны тыңдайық. Ата-аналар және оқушылар, ертең ауаның температурасы 25-29 және одан төмен болғанда, желдің жылдамдығы 2-4 метр секунд болғанда, бастауыш сыныптарда сабақ болмайды. Сондықтан ертең қашықтықта. Жақсы. Септеліп тұрған қандай сөздер бар екен? Септік жалғаулар бар. Ата-аналар және оқушылар деген сөздер атау септік. Желдің деген сөзі ілік септік. Жақсы. Шапалақ Айшаға. Топтың жұмысын көрдіңдер. Ендеше бұл топқа 2 жұлдыз бір тілекпен бағалап жіберейік. Кәне? 2 сәтті жар қандай болды? Қаратпа сөз қолданды. Жақсы. Екіншісі Септіктерді тапты. Жақсы. Үшінші ұсыныс айтар едің қандай? Мәнерлеп айтса тіпті жақсы болар еді. Өте жақсы. Отыра. Ал жақсы балалар, біз сендермен хабарламамызды толықтай 6 топты тыңдадық. Барлығымыздың жетістігімізді атап өттік және кемшілігімізді болашақта ескеретін ұсыныспен айттық. Солай ма? Яғни хабарлама барлығымызда сауатты жазылу керек екен бірінші кезекте. Екінші кезекте бұл хабарлама кімдерге арналған? Ата-анаға ма, оқушыға ма? Яғни біз қаратпа сөз қолданып отырмыз, Одан кейін ол хабарлама мәнерлеп халыққа жетуі керек. Яғни дауыс мәнерін сенің дұрыс қойылу керек екен. Одан кейін барып тапсырма бойынша айттық, септіктерді тауып жалғауларын аталық. Өте жақсы. Келесі тапсырмаға ойсай. 4-ші тапсырма. Кітабымызда топтық жұмыс балалар. Қазір топқа берем. Бірінші қадамдарымызды ескеріп алайық. Бірінші, көп нүктенің орнына Марат сөзін тиісті септікке қойып оқимыз. Одан кейін Марат қандай оқушы деген сұрақта біз өлең арқылы жауап беруге тырысамыз. Қолымызға оқулықты алайық. Барлығымыз төмен дауыста атау септігін бірге оқып шығайық. Барлығыңа үлгі болар қарақтар, байсалды да, ақылды да Марат бар. Жақсы, осы жерден тоқтадық. Атау септігінде тұрған кім? Марат. Енді тапсырма. Бірінші топ. Қарай ғой. Ілік септігін жалғауын қойып, мәнерлеп қазір маған оқып бересіңдер. Екінші топ барыс. Айзере. Үшінші топ табыс етіртіміз. Төртінші топ жағыз. Бесінші топ шығыс. Міне төртеуміз. Соңғы алтыншы топ көмекте септігі. Төртеуміз отырмыз. Жақсы дайындала қойыңдар. Қазір мәнерлеп оқып бересіңдер. Жарайсыңдар балалар, топтық жұмысты аяқтады. Қазір әр топ өз жұмысын қорғап беру керек. Ол үшін әр топ өзіне беріп
дауыста барлығымызға үлгі болар қарақтар, байсалды да ақылды да мараттар. Бейші басым ең алды мен қараттым, жарасы кеткенді сыйлағанын жараттым. Келбейсікте күнделікті қаратқа, талай несті қойылыпты маратқа. Батыл емес дей алмайсың маратты, сол үйретті ауылдағы баратты. Алғысыз күн болған емес маратта, жетеді онда ында жігер талапта. Қай өлерден табылады мараттан, ән салғанда жұртты аузына қаратқан. Міне сондай жасы бала маратпен, дос бола алмай жүргендерде бар сәтте. Өте жақсы. Жақсы, бірінші топ айта ғой. Марат. Мараттым. Ілік септігін жалғау екінші топта. Маратқа. Қай септік? Барыс. Жақсы. Үшінші топ айта ғой. Маратты табыс септігі. Өте жақсы. Төртінші топ. Маратта жатыс септігі. Өте жақсы. Бесінші топ. Маратта жұмыс септігі. Өте жақсы. Соңғы тобымыз. Маратпен көмектес септігі. Өте жақсы. Балалар, келесі сұрақ мынадай. Марат сонда қандай оқушы екен? Айта айтапты. Байсалды да, ақылды да марат бар. Өте жақсы. Байсалды ақылды. Келесі кім тапты? Жақсы. Батыл емес дей алмайсың маратты. Өте жақсы. Батыл. Айзере тапты. Барлығына үлгі болар қарақтан. Өте жақсы. Аяла. Жасы үлкенді сыйлағанын жаратты. Өте жақсы. Марат байсалды, сабырлы, ақылды, елдің алғысын алатын, тағы да өнерлі, шабандоз десек те бола ма? Ауылдың аттарын бәрін үйреткен сол екен. Үлкенді сыйлайды, кішіге көмектеседі. Ендеше Марат сияқты болуға тырысамыз ба? Иә. Өте жақсы. Рахмет. Сүреге не қиын, не құнды, не қызықты. Жақсы. Үш сөйлеммен және қорытынды жасайғыш, жақсылық айтады маған. Бүгінгі сабағымызда маған не қиын болған топпен жұмыс істеген біраз қиын болды. Жарайды. Бүгін маған құнды болған, бүгін алған білімім маған құнды болды. Тамаша. Қиын болды. Бүгін маған септіктер кішкене қиын болды. Ол үшін жаттау керек екен, ары айта бер. Маған сабақты түсінген қиын болды. Жақсы. Не қызықты болды саған? Топпен жұмыс істеу қызықты болды. Маған қиын болды. Топпен жұмыс жасаған кішкене қиын болды. Маған құнды болды. Тетіктерді қайталаған құнды болды. Сабақтың соңына да келіп жеттік. Сабағымызға кері байланыс берейік. Ол үшін қолымыздағы қағазымызды алайық. Сол қағазға бүгінгі сабақ бойынша бір сөйлем жазамызда білім сандығының қай сатысында тұрсын. Біз өткенде айтқанбыз, егерде жасыл сандықта тұрсаңдар, білім сандығы бұл мен толық сабақты түсіндім. Барлығын орындай алдым. Екінші, менің әлі де орындау керек, оқу керек дүниелерім бар екен. Үшінші, мен түкті түсінген жоқпын, жұмыс жасамадым деген сөз. Енді өзіңді қай қатардан көріп тұрсың, бір сөйлем жаза ғой, бүгінгі сабақ бойынша алған әсеріңді жаза ғой. Ал жақсы балалар, кері байланысты көріп отырмын. Бұл сендердің бүгінгі сабаққа маған берген кері байланыстарың. Қарап отырып, бүгінгі сабақта біз мақсатымызға жеттік. Енді қазір бағалауды айтайын. Тахмина 9, Каусар 8, Елдос 9, Айзере 8, Әлтайыр 8, Әдемі 8, Дамир 9, Айсұлу 9, Аяла Құрманғалиева 9, Жақсылық 9, Сезім 8. Басқамыз келесі сабақта толықтай қатысамыз деген ойдамын. Үйге тапсырма жазып алыңдар. Септіктің кестесін жаттау. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сендерге рахмет. Сау болыңдар. Сау болыңыз.